Сәлеметсіздер ме оқырмандар? 7-ші сынып қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырма, яғни нөмірі 1-ші БЖБ тапсырмасы. Бөлім сүйіспеншілік пен достық морфология. Оқу мақсаты: мәтін үзінділерін тыңдай отырып оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау, етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану. Бағалау критерийі: білім алушы оқиға дамуы мен аяқталуын болжайды, етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті қолданады. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу және түсіну, қолдану. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма: мәтін үзіндісін мұқият тыңдап мазмұндаңыз, дамуын болжаңыз. 2 дос. Ертеде ел арасында жаугершілік жиі болған кезде қазақтың 2 жауынгері төс қағысып дос болады. Бірде әскерлер бір өзеннің бойына шатыр тігіп дамылдайды. Сонда тұтқиылдан жаудың қаптаған қалың тобы шабуыл жасайды. Тонаға мал-мүліктерін тиеп әкетеді. Қолға түскен қазақ жасағын айдап әкетеді. Дамуын болжаңыз. Мәтіннің жалғасын мұқият тыңдап, аяқталуын болжаңыз. Мәтіннің дамуы: меніңше 2 достың біреуі жау қолына түскен болса керек. Оны құтқаруға досы міндетті түрде барады. Бірақ ол оны қалай құтқарады? Ол көп қол жинап сол елге соғыс ашса керек. Соғыста өзі жауды жеңіп, досын ауылына алып қайтады. Алайда өзі ауыр жарақат алады. Әлгі 2 достың біреуі жау қолына түседі. Досының қолға түскенін естіген 2-ші батыр күздің қара суығын елеместен өзенді малтып өтіп жау жатқан жағаға келеді. Анталаған жау әскерлері оны тарпа басталады. Жауынгер өзінің қолбасыларына алып баруын өтінеді. Алып барған соң ол жаудың қолбасына: мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп сатып алуға келдім. Менің оған айырбасқа берер мал-мүлкім жоқ, бірақ нәрсе беремін. Ол өзімнің өмірім. Досымды босатсаңдар, ол үшін өзімнің өмірімді қияр едім дейді. Қолбасы ойланып отырып оны сынамақ болады да: жарайды, мен сені қыршыныңнан қимай-ақ қояйын. Маған сол өміріңнің бір бөлшегін ғана берсең болды дейді. Ол не деп сұрайды досын құтқаруға келген жігіт. Маған сенің көздерің керек дейді қолбасы. Мәтіннің аяқталуын болжаңыз. Жарайды дейді батыр. Мен досым үшін бәріне дайынмын. Қолбасы мұның ештеңеден қайтпайтынын, досы үшін бәріне дайын екенін көріп, екеуін де аяп босатып жіберген екен. Мәтіннің жалғасы: ол да болсын, көзімді алда, досымды босат дейді жігіт. Ол бұл сыннан сүрінбей өтеді. Әлгі жауынгер тұтқыннан босанған досының иығына қолын артып, зағип күйі қуана күлімдеп келе жатады. Мұны көрген жаудың қолбасшысы: мұндай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп, қапыда басталған жағдайда болмаса, бетпе-бет ұрыста жеңу өте қиынға соғар деп түйеді. Сөйтіп өзінің әскерлеріне шегінуге бұйрық берген екен. 2-ші тапсырма: жігітті жолдасына қарап бағала дегенді қалай түсінесіз? Етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті қолданыңыз. Қазақта жігітті жолдасына қарап бағала деген сөз бар. Жақсы досты табу үшін ең алдымен өзіңді түзеу қажет. Әрқашан жанынан табылатын, қиын күндерде қол ұшын созатын адал дос болу оңай емес. Сен қандай болсаң, сондай жолдас саған да табылады. Яғни бұл сөздің мағынасын аша келгенде, сенің жолдасыңның өзің секілді болатынын айтып отыр. Мұндағы қолданылған тұйық етістіктер: табу, түзеу, есімше, табылатын, созатын, көсемше, табылады. Бағалау критерийі: бірінші тапсырма: оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжайды. Мәтінді мазмұндайды, дамуын болжайды, аяқталуын болжайды. Етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті қолданады. Тақырыпты ашады. Етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті қолданады. Барлығы 7 ұпай.